Сәлем баршаңызға. Үйдегі бар заттардан ғана жасалатын торттың рецептімен сіздермен бөлісемін. Бұл тортты балам екеуміз жасадық. Ендеше рецептпен бөлісейін. Ыдысымызға 150 грамм қантты саламыз. 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Миксердің көмегімен бірінші жай ғана араластырып аламыз. Содан кейін ғана миксеріңізді қосыңыз. Миксерді қосып, массамыз біраз ағарғанға дейін миксерлаймыз. Қантымызды толық ертіп алуымыз керек. Содан кейін ғана 250 грамм ерітілген сары майымызды құйып, тағы да миксердің көмегімен араластырып шығамыз. 400 грамм ұнымызға жарты шай қасық разрыхлитель салып араластырып, жаңағы массамызға ұнымызды жарты-жартыден қосып, миксермен араластырамыз. Бірден барлық ұнды салып тастамаңыздар. Ақырындап салып отырып араластырған дұрыс. Осындай қою бір жағынан біраз қоймалжын қамыр шығу керек. Енді осыны лопаточканың көмегімен барлығын ыдысымыздан қырып аламыз. Одан кейін пищевая пленкаға немесе салафанға салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Бір сағаттай уақытымыз өтті. Енді бірден пергамент қағаздың үстіне қамырды жаюымыз қажет. Бірінші өзімізге қанша қажет, сонша қамырды ғана бөліп алып, қалғанын қайтадан тоңазытқышқа қойып қойыңыздар. Арасында ұн сала отырып, жұқа қамыр жаямыз. Бұл қамырға кез келген форманы беріп пісіре беруге болады. Біз мейрамға қарсы 8 деген санды осылай қағаздан қиып алдық та, қамырымыздың үстіне осылай қойып, шет-шетін пышақтың көмегімен барлығын кесіп алдық. Бұл қамырмен тезірек жұмыс жасаған дұрыс, себебі қолымыз тиген кезде қамыр жұмсарып, өзінің қоймалжың қалпына келіп қалуы мүмкін. Сол үшін шапшанырақ жасап, тезірек духовкаға салып жібергендеріңіз дұрыс. Артық қамырларын осылай алып, қайтадан тоңазытқышқа қойып, тоңазытқыштағы басқа қамырды алып жасай бересіздер. Шет-шетін пышақтың көмегімен немесе қалақтың көмегімен жөндеп жіберуге болады. Осындай форма бізде шықты. Енді духовкада 15-20 минут пісіріп аламыз. Енді кремін жасауға бізде үйде қаймақ бар екен. Осы қаймақтың үстіне бірнеше қасық сахарный пудра салып, тағы да миксермен 5-10 минуттай жақсылап араластырдым. Бұл жерде қаймақтың көлемі 400 грамм. Сахарный пудра ергенге дейін осылай миксермен миксерлап шығыңыздар. Енді тортымызды жинаймыз. Менде 5 коржық шықты. Шыққан кремді кондитерлік мешокқа салып, немесе үйде бар салафанға салып, ұшын кесіп, осылай кремді жағып шығуға болады. Немесе жай қасықпен де жақсаңыздар болады. Кремді мен торттың шеттеріне осылай жағып шықтым, ал ортасына жай ғана құйып, одан кейін қасықтың көмегімен жөндеп, екінші коржықты қойып, қайтадан дәл осылай кремдердің барлығын жағып шықтым. Тортты толық жинап шыққаннан кейін тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып қойыңыздар. Бізде үйде Skittles кәмпиттері бар екен. Сонымен балам безендіргісі келді. Сіздер кез келген затпен торттың бетін әдемілесеңіздер болады. Балаларыңызбен жасап көрсеңіздер, қуана-қуана жасайтын болады. Бізде осындай торт шықты. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.